Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы дүниеден өтеді. Ол өзінің барлық әңгімелерін балаларға деген тәрбиелікті үйрету үшін, балаларға деген адалдықты, балаларға деген әдептілікті үйрету үшін жазады. Соның ішінде мен Ыбырай Алтынсариннің «Алтын шеттеуік» әңгімесіне тоқталдым. Сол әңгімеде әкесі өзінің балаларын мейрамның алдында өзінің балаларын қуанту үшін олардың барлығына шеттеуік алып береді. Сол шеттеуіктің ішінде бір алтын түсті шеттеуік болады. Ол шеттеуікті, сол әкесінің қызы, Лерочка дейтін қызы, сол алтын шеттеуікке қызығып, мен сол шеттеуікті аламын деп балаларынан, қасындағы іні-сіңлілерінен, апаларынан қызғанып, сол шеттеуікті алып алады. Содан кейін мамасы айтады, ол шеттеуік тек қана әдемілікке арналған шеттеуік, оның ішінде дым болмауы мүмкін дейді. Бірақ қыз жылап, ақыры сол шеттеуікті алады. Ал мамасы қалған қара қоңыр шеттеуіктерді балаларға таратып береді. Сол кезде жаңағы Лерочка дейтін қыз шеттеуікті ашса, ішінде дым болмайды. Сол кезде мамасы айтады, бұл шеттеуік адамдарға жеуге емес, әдемілікке арналған шеттеуік дейді. Мен бұл әңгімеден түйген ойым, адамның немесе түрлі заттың сыртқы бейнесіне қарап емес, оның ішкі жан дүниесіне, ішкі бейнесіне қарап қандай зат екенін, жақсы жаман екенін шешу керек.